Қайырлы күн достар. Ахмет Байтұрсынұлын білмейтін қазақ жоқ. Ол ұстазының есімін естігенде ойыңызға не келеді? Алаш ордашы, қоғам қайраткері болған Ахметтің тағы қандай қырлары бар? Неге оны қазақ ғылымының атасы деп атады? Бүгінгі шығарылымда Ахметтің жаңа қырынан танитын боламыз. Алғашқы журналист, ағартушы, педагог, идеолог, ғалым деп Ахметті сипаттай аламыз. Бірақ бұлардың арасында бәрінен де биік тұратыны ол Ахмет Байтұрсынұлының ғалымдығы. Ахметті Google энциклопедиясында білімдар жан деп айта аламыз. Ахмет қазіргі қазақ академиялық ғылымының түп бастауында тұрған ғұлама ғалым болғандықтан қазақ ғылымының атасы аталған. Одан бөлек Ахметтің лингвист, әдебиеттанушы, этнограф, фольклорист, мәдениеттанушы, демограф, тіпті география мен агрономиядан, астрономиядан хабардар адам болғанын білесіз бе? Ахмет ғылымды игеріп қана қоймай, одан академиялық білімдер жүйесін түзген. Яғни жоқтан бар жасаған ғалым. Ахметті қазақтың Эйнштейні мен Ломоносовы десек артық емес. Ахмет жаңадан жазу ойлап тапқан. Қазақ тілінің төл дыбыстарын дәл көрсететін әрі оқуға жеңіл әліпби құрастырған. Орыс және татар ғалымдары мұны Байтұрсынұлы жазуы, ұлттық жазу, тәртіпті жазу десе, Ахмет атаның өзі қазақ жазуы деді. Ал қарапайым халық оны төте жазу деп атап кетті. Ғалым бұл жазуды түзеуге 1910 жылы кірісіп, небары 2 жылда дайындап шықты. Ахмет осылайша араб графикасына алғаш рет өзгерту жасаған. Төте жазу 13-14 жылдай қолданыста болды. 1924 жылы бұл жазу ресми түрде бекітілді. Ахмет Байтұрсынұлы араб алфавитіндегі қазақ тілі дыбыстарына қажеті жоқ таңбаларды алып тастап, қазақ тіліндегі дыбыстардың әрқайсысына жеке таңба белгіледі. Байтұрсынұлының әліпбиі осы қағидатқа сай мұнтаздай таза әліпби. Мұндағы әріптер саны 26-дан аспайды. Ал қазақ тіліндегі дыбыстардың санын 24 деп көрсетеді. Ресей академигі Иван Яковлев Байтұрсынұлы жазу әліпби құрылымының математикалық жүйесі деп баға берді. Тіпті бұл жазуды өзге түрік тілдес елдерде үлгі етіп, ұлттық жазу деп атады. Естеріңізде болса, қазақ газеті осы әліпбимен шыққан. Төте жазуды қазір Қытай, Иран, Ауғанстан және Түркия қазақтары қолданады. Одан бөлек Ахмет Байтұрсынұлы қазақ лингвистикасының негізін салған. Ғалым 1912-1915 жылдары Орынборда тіл құрал атты ірі теориялық еңбек шығарды. Еңбекте қазақ тілінің бүкіл грамматикалық құрылысы зерттелген. Кітап 3 бөлімнен тұрады: фонетика, морфология және синтаксис. Қазіргі қолданып жүрген бастауыш, баяндауыш, жалғау, есімдік, үстеу, шылау, дыбыс, жұрнақ, көсімше, қаратпа сөз, қыстырма сөз, рай, сабақтас сөйлем, салалас сөйлем деген түсініктерді Ахмет Байтұрсынұлы жасап кеткен. Тіпті ана тілі ұғымда Ахмет атадан қалған. Ахмет Архангельскіде 6 жыл айдауда жүргенде қазақ тілінің теориясын жазады. Жазушы Ғабит Мүсірепов бұл іргелі еңбектің қолжазбасы туралы кәдімгі ғылыми еңбек 400 беттен асады. Бұл оның соңғы жазған кітабы дейді. Ахмет 1929 жылы елге оралған кезде қолжазбаларын кеңес өкіметі тәркілеп алмасы үшін дос-жарандарына беріп тығып жүрген. Сөйтіп жүріп қолжазбалары жоғалып кетеді. Ахмет әдебиеттану ғылымының негізін қалаған ғалым. 1926 жылы әдебиет танытқыш атты іргелі еңбек жазады. Қазір өзіміз қолданып жүрген теңеу, кейіптеу, әсерлеу, арнау, шендестіру, дамыту, әуез деген ұғымдардың бәрін осы кітапта жазылған. Ахметтің нұсқаулық атты әдістемелік кітапшасы да болған, алайда ол жоғалып кеткен. Қазіргі мектепте оқытылып жүрген қазақ тілі оқулықтарының алғашқысы да Ахмет жазған. Ахмет халықтың сауатын ашуды өмірлік мұратына айналдырып, ұлт ұстаз атанған. Ахмет Байтұрсынұлы мәдениеттанушы ғалым. Мәдениеттану бойынша курс оқыған. Мәдениет тарихы атты кітап жазған, алайда ол да жоғалып кеткен. Ахмет Байтұрсынұлы географиядан да хабардар. Ғалымның шаруашылық өзгерісі атты шағын еңбегі бар. Кітапта қазақ даласының географиялық ерекшелігі туралы айтылады. Біреу білер, біреу білмес. Ахмет Байтұрсынұлы алғашқы ғылым және білім министрі болған жан. 1920-1922 жылдар аралығы өлкелік халық комиссариаты жанындағы академиялық орталықтың төрағасы қызметін атқарды. Бұл орталық қазіргі білім министрлігімен тең ұжым. Ахмет Байтұрсынұлының бастауымен алашорда қайраткерлер әр салада ғылыми зерттеу жасап, оқулық жазуға кіріседі. Мәселен, Мағжан Жұмабаевқа педагогика, Міржақып Дулатовқа есеп құралын, Халел Досмұхамедұлына сингармонизм жазуды тапсырады. Кейін Халел Досмұхамедұлы медицина, Жүсіпбек Аймауытов психология, Әлімхан Ермеков математика ғалымдары бойынша еңбек еткен. Қазақ ғылымында бұл дәуір тіпті Байтұрсынұлы дәуірі деп аталған. ақш ғалымы Эдвард Аллард Ахмет Байтұрсынұлы арлы, саналы, намысты ортадан шығып, орысша оқып, еліне жанашыр, қайырымды, ізгілік жанды болған азаматтардың бірі.
қазақ әліпбиінің негізін қалаған жан, жадизм лидері деп сипаттаған. Жадизм дегеніміз заманауи ғылым, еуропалық білім дегенді білдіреді. Ал жапон ғалымы Уяма Томохика алаш қайраткерлері өз замандағы әлемдік ұлт азаттық көсемдерінің қай-қайсымен де тең тұра алады дейді. Ахмет Байтұрсынұлы жайлы алғаш жазған Ресей академигі Александр Смойлов, академик қазақ тілі орфографиясының реформаторы, қазақ грамматикасы және қазақ әдебиетінің теориясының негізін қалаушы дегенді алғашқылардың бірі болып айтты. Өкініштісі, соңғы 10 жылда жазылған еңбектері әлі табылмай жатыр. Тағы 3 іргелі еңбегі жоғалып кетті. Осыншама мұра қалдырған Ахмет ата айдау мен қудалауға түспей, еңбек еткенде қаншама мұрағат, қат-қат кітаптар қалдырар еді. Ойлап көріңізші енді.